қалдым ба десем, әйтеуір келіппін ғой. Апай әлі келмеген сияқты ғой. Я, апай жоқ, күтіп отырмыз. Не болды екен? Өткен сабақта Мерей апай айтқан еді ғой, бір фильмге түсіп жатырмын деп. Мүмкін съемкада шығар. Олай болмайды ғой. Біз мына жақта апай қайда деп күтіп отырсақ, ал ол съемкада жүр. Дұрыс емес қой оныкі. Дани, сен үнемі ананыкі дұрыс емес, мынаныкі мынандай деп өлшеп-пішіп жүреді екенсің. Мүмкін шынымен бір мәселе шығып қалып бізге ескерте алмай жатқан шығар. Иә, Дарай дұрыс айтады. Мүмкін апайды жолда өзге ғаламшарлықтар тарақысына отырғызып алып кеткен шығар. Ой, кешінде просто түсірме ютубтан өзге ғаламшарлықтар туралы көріп едім ғой. Әлде өмірде ондай жоқ па? Сәкен, не айтсаң да ойға сәт нәрсе айтсаңшы, қайдағы өзге планета о заманда бұл заман өзге планеталық тарелкамен алып кетсе деген ой логикаға сыймайды ғой. Қыздар, жігіттер, болмайтын әңгіме айтпаңдаршы. Жаңа аяру айтты ғой, апай фильмге түсіп жатыр деп. Мүмкін съемкасы біткеннен соң келіп қалар. Маған қызық болып тұрғаны, апай қандай киноға түсіп жатыр екен? Меніңше ол бір махаббат туралы фильмге түсіп жатыр. Я бір точно романтикалық киноға түсіп жатыр ғой. Махаббат, романтика десе. Эй, ақ жауын, сен менің жүрегімнің қалай соғып жатқанын естеймісің? Эй, көк аспан, сен менің жүрегімнің дүрсілін естеймісің? Ей, көк аспан, естеймісің? Я, естіп тұрмын. Ей, көк аспан, сен мені шынымен естеймісің? Жая, құлағым жар жібере жаздадың ғой, естідік бәріміз. Осындай бір махаббат туралы фильмге түсіп жатқан шығар. Несі жаман? Не мазақтайсыңдар? Апаға айтып берейін ба? Айтсаң айта бер. Көресіңдер ғой, екеулеріңді айтып берем. Аяру, бізді қорқат деп тұрсың ба? Айтсаң айтшыш бар. Я, сәлем болар. Не шум болып жатыр? Апай, сізді жолда өзге ғаламшарлықтар тарақысына отырғызып алып кеткен жоқ па? Я, алып кетті, сол өзге ғаламшарлықтан келе жатырмыз. Айттым ғой сендерге. Сәкен, қумашы, қайдағы инопланетян? Біз Айғаным екеуміз съемкадан келе жатырмыз. Бұл кісі балалар Айғаным, режиссер және сценарист. Кейде киноға да түседі. Жалпы осы кино саласының маманы. Танысып қойыңдар балалар. Сәлем достар, мен есімім Айғаным. Қазіргі таңда жаңа айтып кеткендей режиссер болып жұмыс жасаймын. Енді сендерге келіп отқан себебім, сендер болашақ актер, актрисасыңдар. Қандай фильмге түскілерің келеді, қандай жанр ұнайды? Мысалы, өздерің кино түсірсеңдер, қандай кино түсірер едіңдер? Міне осы сұрақтар бойынша сендермен әңгімелескім келеді. Өз ойларыңды айтуға қарсы емес шығарсыңдар, иә? Жоқ, қарсы емес. Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Ал балалар, кімде қандай идея бар, кім айтқысы келеді? Апай, мен айтсам болады ма? Иә, әрине, болады. Мен өзім бұрыннан түсіргім келіп жүрген бір фильм бар еді, соны айтып берсең болады ма? Иә, әрине, есімің кім? Даниал. Ал сен қандай жанрда фильм түсіргің келеді? Спортсмен туралы. Киноның аты «Мен мықтымын». О, күшті. Ал ол қалай болады? Расыл, чипсы жей бермесейші, зиян ғой. Қойшы, өзім білем. Өзім білесің ғой, жай зиян-да кел оданша тренировка жасайық. Қойшы, өзім шаршап тұрмын, өзің жасайыршы. Ертең біреулер тискен кезде қашайын деп тұрсың ғой. Жоқ, мен тренировкасыз ақ төбелеске мықтымын ғой. Көреміз оны. Ой, сен де бір. Кеше бір баланың тұмсығынан сұңқ еткізгенсің ғой. Қой? Кейін ағасын шақырып келді. Ағасы екеуін сұңқ етіп екі рет тұрып ұйықтатып, жаурап қалмасын деп үстіне көрпе жауып кеттім. Әңгіме жоқ, мықты екенсің. Сосын бар ғой, ана алдындағы жақты білесің ғой, ана көшені. Балалармен сол жақта жүргенбіз ғой. Көп бала талпауы жабылып кетеді ғой. Ана балалар кімдер?
братишкалар сияқты ғой. Шақырсай тартылсын. Братишка, тартылшы бері қарай. Айта бер. Ей, короче, братишка, магазинге барасың. 3 горело, 2 лейс чипсы. И қасына бір семечка ала сал. Дальше өз жолдарыңмен жүре бересіңдер. Болды, братан, ақшасын берсеңіз барып келе саламыз ғой. Какой ақша? Барасыңдар да өз ақшаларыңа барып аласыңдар. Или проблема керек па? Болды, барып келе саламыз. Тоқта, ақша берсе де бермесе де біз ешқаққа бармаймыз. Біздің тренировкаға баруымыз керек. Өнім, сен не қылдып тұрсың? Ойланып сөйледің ба? Әлде менен таяқ жегің келіп тұр ма? Не естісен сол. Барып келе салайықшы. Тұр тыныш. Братишка, сен біз дұрыс түсінбеген сияқтысың. Даниэл молодец, бірақ мына фильмді түсіретін болсаң, Таужан, Сәкен, сұңқар түспейтін секілді. Неге, апай? Неге деген сұрағың қате ғой. Үшеуміз өгіздей боп сол сенен таяқ жеп тұрайық сол. Жақсы, ал балалар кімде қандай фильмге идея бар? Апа, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Мен түсіретін фильмнің аты Мақтаншақ деп аталады. Ол былай болады. Дария, кеше туған күн күшті қылып өткіздің ғой. Иә, сол ойнайтын жерге барғанда ше қызық болды ғой. Сәлем қыздар. Сәлем. Дария, сен сумкаң қандай едің? Қайдан алдың? Кеше маған туған күніме әкем сыйлаған. Иә, үстінде киім өте қатты саған жарасып тұр екен. Иә, бұны маған анам сыйлаған. Жаннұр, қарашы, Дарияның сумкасымен киімі өзіне қандай жарасады. Кеше анасы мен әкесі туған күніне сыйлапты. Мынаны кішірек түсіндір ма? Ерекше еш жері жоқ қой. Вот, менің үйдегі сумкам бар. Сол Африкадағы пілдің жүнінен тігіліп салған. Ал киімім нағыз итальянский дизайнмен тігілген. Ал сендердікі дым емес қой. Қыздар, мен қазір. Жаннұр, неге өтірік алдайсың? Пілдің жүнін болмайтынын бәріміз білеміз ғой. Сирек кездесетін пілдер де бар. Менің сөмкем сол пілдердің терісінен жасалған. Онда сен неге ол сөмкеңді мүлдем ұстамайсың? Қуасың ба? Оны анау жерлерге ұстамаймын. Ол өте қымбат, сондықтан оны ең күшті жерге ғана ұстаймын. Ол қазір шкафтың ішінде тұр. Сыртынан құлттап қойғам. Ондай шкаф ешкімде жоқ. Құлттанатын шкаф менде де бар. Ешті? Сенкі жай ғана шкаф шығар, менікі ерекше шкаф. Оны 400 жыл бұрын қарақшылар жасаған. Ал шкаф сенден қайдан жүр? Маған оны қарақшылардың ең соңғы ұрпағы берген. Оның ішінен даже скелет шыққан. Скелет? Ол қазір қайда? Оны не істеймін дедім да, биология кабинетіне беріп жүрмін. Қазір біз оны көре аламыз ба? Жоқ, оны қазір жөндеп қалпына келтіріп жатыр. Жарайды, өңдеп болғаннан кейін көрерміз. Жаннұр, алма дейсің ба? Біздің бақты өзі тәтті жеп көрші. Мұнан алма деп тұрсың ба? Ешқандай ерекшелігі жоқ қой. Қалай сонда? Біздің бақты да алма өседі. Вот, сол нағыз алма. Үлкендігі қарбыз сияқты, ал дәмі қауын сияқты тәтті. Ондай алма болмайды ғой. Сен үйінде өспейтін шығар, біздің үйде өседі. Сол алманың сортын ешкім білмейді. Оны менің атам солтүстік полюстан әкелген. Онда сол алманы жеп жүре бер. Аяру, не болды? Неге көңілсізсің? Менде бір проблема бар еді. Не проблема? Дәптерімді жыртып алатын едім, соны апайға қалай айтсам болар еді деп ойланып отырмын. Сенікі проблема емес қой. Вот, менікі проблема. Кеше сыныптағы вазаны сындырып алдым. Одан кейін апай берген тапсырмаларды орындамадым. Сосын апайдың журналын жыртып алдым. Осының бәрін апайға қалай айтасың? Ой, ауырып қалдым дей салам, апай маған бірден сенеді ғой. Мына сөздеріңнен бастап мен саған сенгім келмей қалды. Так,
Сыныптағы ең әдемі вазаны сен екенсің ғой, сындырған? Ой, апай, сол да ваза ма? Вот, біздің үйде ваза бар. Сол нағыз әдемі ваза. Я, жақсы. Мынау идея маған ұнады. Өмірде сондай мақтаншақ адамдар болады ғой. Я, балалар, тағы басқа кім қандай фильм түсіргісі келеді? Апай, менікі қызық болайын деп тұр. Менікі бір романтикалық комедия. Романтика әрі комедия. Ал оқиға қалай болады? Бұлай болады. Екеуің жақсылап тыңдап алыңдар. Мені ұятқа қалдырып жүрмеңдер. Мен қолымды бір рет шерткен кезде жарықты өшіресіңдер. Ал екі рет шерткен кезде саксофонда ойнайтын ағай келіп, саксофонда ойнау керек. Түсіндіңдер ғой? Оқ, бірақ саксофон ойнайтын ағай әлі келген жоқ. Кешігіп жатыр. Не? Қазір 15 минуттан соң іңкәр келеді. Оған дейін бәрін дайын болып тұру керек еді ғой. Оған кім жауап деді? Сұңқа жауап деді. Шақырыңдар. Айта беріңіз. Келдің бе? Саксофонда ойнайтын адам қайда? Қазір хабарластым, клип түсіріп жатыр екен. Қазір келем деп. Бүгінгі пландардың бәрі быт-шыт болатын болды ғой. Тезірек айт, келсін. Ой, ол келмей қалса өзім ақтарта берем. Сен не, саксофонда ойнай аласың ба не? Жоқ, домбыра тарта берем. Басында қатырмаш, одан да бардап, тезірек тағы да хабарласып, келсін деп айт. Жақсы. Администратор, бір минутқа. Айта беріңіз. Мен кеше тапсырыс берген торт дайын болды ма? Қазір пісірсек болды. Не, әлі пісірмегенсіздер ме? Уайымдамаңыз, үлгереміз. Ал жүзік ше? Жүзік? Қандай жүзік? Мен кеше алтын жүзік беріп едім ғой, торттың ішіне салып пісірсіңдер. Салдық. Мен қазір тортты тексеріп келейін. Әсел, косяк. Не болып қалды? Жаңа мына жігіт торттың ішіне салып пісіресің деген жүзікті саусағыма тағып көрінші деп енді шықпай қалды. Енді не болады? Енді осыны шығару керек. Қазір мен көмектесемін. Жай. Аз жоқ, бізде бәрі дұрыс. Торт қазір 15 минутта дайын болады, ішінде жүзік те болады. Жоқ, мен оны емес, қол жуатын жақ қаяқта деп сұрайын деп едім ғой. Анау жақта. Жақсы, рахмет. Қалайсың, іңкәр? Жақсы, рахмет. Мына жер керемет екен, рахмет шақырғаныңа, Қайрош. Саған бір неге айтайын деп едім. Қазір, 1 минут. Өшір. Өшірсеңші, ұстап. Жарықты өшіріңдер. Өшпей жатыр ғой. Жас, қоя берші. Мен саған айтайын дегенім, қазір 1 минут. Саксофон шығайды. Ол жоқ, кешігіп қал. Багажды өзім тарта берем. Не болды, Қайрош, барлығы дұрыс па? Мен саған айтайын дегенім, мен сені көрген сайын қуанам, тек өзіңді ғана ойлаймын. Ақ білегің, ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, елім, жерім деген қазақтарды ғана ойлаған, әлемді дамытады олар. Тоқтай тұрш. Баяу бір күй тартшы. Не айтып жатыр едің? Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен деп. Жоқ, ол емес еді. Кешір айтатын. Қазір, қыздар, жаңағы тортты әкеліңдерші. Рахмет, бара беріңіз. Бара беріңіз дедім ғой. Мен кетсем, сен маған берген жүзікте бірге кетіп қалайын деп тұр. Қалайша? Не, Қайрош, осы даяшыға берген жүзігіңді көрсету үшін шақырдың ба сен мені? Не деген адамсың сен? Кешіріңізші, мен қазір шығарып берем. Кешірім сұрама, тартпа домбыра. Тоқтатыңдар. Саламатсыз ба? Мен саксофон тартуға келіп едім. Кешіп қалған жоқпын ба? Қайда жүрсің, айналай? Сымада жүргендер өшірді екен ғой? Давай, басшы. Өштісі. Тоқташ, біз осы бүкіл жердің себетін өшіріп болған жоқпыз ба? Білмеймін. Не болып кетті?
Мына кинонун атын Таужанның зар деп қою керек қой. Бұл фильмде өзінің ерекшелігі бар екен. Иә, біздің балалардың фантазиясында біраз нәрсе бар екен ау. Айтпақшы балалар, бүгін бізге қонаққа бәрің танитын актер Жүсіп Ата келеді. О, Жүсіп Ата? Қойшы, рас па? Жүсіп Ата келе ме не? Жүсіп Ата? Ал, саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз. Жағдайларың қалай, жақсы ма? Жақсы. Рахмет. Жаңағына Айғаным мен Мерей. Бізде кеп кішкентай жас болашақ актерлар бар. Солармен кездесіп, тәжірибеңізді бөліссеңші деген екен, сендерге келіп отырмын. Рахмет ата, бізді елеп ескеріп келгеніңізге. Және де ата, біз балалармен болашақта кино түсіретін болсақ, қандай идеяда түсіретін тақырыпта әңгіме айтып жатыр едік. Ата, сіз егер де өз киноңызды түсіретін болсаңыз, қандай қылып түсіретін едіңіз? Мен ба? Мен онда бұлай түсіретінім. Міне, тыңда. Бассай, науда бір сенің кесімнен тағы да атылдық. Нұрасыл, таста телефонды. Миымызды аштып жөрді ме? Сабағын оқсай. Ата, қазір сабақ жоқ қой, каникул ғой қазір. Сабақ жоқ па? Кітап оқында? Кітап оқығым да емейді мен. Кітап оқсан қорғай, миың тынығып, көп нәрсені ұғып білесің ғой. Телефонды тартылап, шұқылай бергенде бірден шыға ма сен? Қазір мен ұйықтап қалған кезде телефонымды тартылдатып, шұқылайтын болсам бар ғой. Ата, онда далаға бар ойнап келейінші? Барма деймін далаға, барма! Күннің ыстығында шілдеде төбеңнен ыстық өтіп кетеді ғой. Жатса ұйықтап. Ата, көреміз онда. Қарашай бұлағдай, қан қитті жүрді. Нұрасыл, аш есікті, кім? Нұрасыл, есікті аш! Ой, Құдай. Бір ұйықтаса бұл да. Қазір келе жатырмын. Саясатта балмұздақ бар ма? Жоқ. Жарайды, онда кешіріңіз. Балмұздағы несі? Қайдағы балмұздақты айтып тұр бұлар? Балмұздақ сұрап. Біздің үйде бір балмұздақ бар ма? Қызғай бұлар. Тағайсы! Қап, мыналардай. Кім? Қазір. Тағайсың. Кел. Ата, қалайсыз? Маған бір балмұздақ бересіз бе? Кім айтты сендерге біздің үйде балмұздақ бар деп? Неғып алғайсың? Сендер біреу жұмсап тұрған жоқ болса? Жоқ. Мәгазиннен алып жесіңдерші балмұздақ. Біздің үйде балмұздақ болмайды ғой. Бар айналайын. Жынды ма? Әрқайсысы келіп біздің үйден балмұздақ сұраған десе бұлар. Ой, мыналардай, мыналардай. Саламатсыз ба ата, бізге 2 балмұздақ беріңізші. Не болды? Біздің үй балмұздақ шығаратын завод ба сендерге?
Жоқ па, кешіріңіз, кешіріңіз. Ай. Әбден шаршатты мені. Бұларды кім жіберіп тұр, бұларды? Қайсысы келеді екен? Көрсетейін. Кім мыналарда, я? Не? Ата, короче, маған біреу, Жаннұрға біреу, Сәкенге үшеу, жалпы 5 мороженое бересіз бе? Мен мороженое. Жоқ мороженое, жоқ. Жоқ деген неге түсінбейсіңдер, а? Жоқ па не? Кетіңдер бар. Айттым ой өтірік деп, қайдағы тегін мороженое. Бар. Бағандар. Кел! Саламатсыз ба, ата? Кел, қызым. Мерей деген қыз өсуде тұрады? Жоқ. Кешіріңіз. Егер балмұздақ болса, біреу бере саламызшы? Сен не балмұздақ сұрап тұрсың ғой? Кім айтты сендерге балмұздақ бар деп, біздің үйде кім айтты? Өзіңіз жазып болғансыз ғой? Қайда? Маңдайыма жазып қойдың ба? Онда? Қайда дейді? Мұны кім жазып қойған? Бәсе, елдің бәрі кеп менен сұрайды. Масқара. Оңбаған Нұрасыл. Маған қырсығып істеп жүрген тірлігін қарашай мұнаның, ә? Нұрбал-ей! Оңбаған таяқтың астын алып бұғап көрсетейін мен. Алдаған ғой мені. Ата, сіз түсіргіңіз келетін фильмде өте қызық екен. Және де бәріміздің артымыздан сізге сұрақ. Жалпы өнерде жақсы актер болу үшін не істеу қажет? Өз ақылыңызбен бізге бөлісіп кетсеңіз. Дұрыс. Енді жалпы актер болу деген негізі оңай емес. Өте қиын. Біреулер оңай деп ойлауы мүмкін. Түсесің, кетесің, рахат деп. Оны шынайы ойнаудың өзі өте қиын. Бірінші, ол бастамау керек бұл тірлікті. Ал бастағаннан кейін тастамау керек дейді. Актер болу үшін ең бірінші жақсы адам болу керек. Актер жақсыны да, жаманын да сипаттайды, өмірде көрсетеді. Сондықтан да ең бірінші жақсы адам болу керек. Еңбекқор болу керек. Шаршамау керек, талмау керек. Талантың болса да еңбектенбесең түк те шықпайды. Еңбектенбесең, таланты бар адам бір-екі рет шығаттағын соны қалды. Жалқау болса түк те істемейді ары қарай. Ал талантты адамнан қарағанда еңбекқор адам талантты адамнан да озып кетеді керек болса. Сондықтан да бұл өте қатты еңбекті қажет етеді. Сосын спортпен шұғылдану керек қатты. Денсаулықтарың мықты болу керек. Өйткені экраннан сендердің бейнелеріңді көрген кезде сендер әдемі, тамаша, денсаулығы күшті, жадырап, жайнап тұруларың керек қой. Осындай қиыншылықтары көп. Ал енді оқыған кезде оның одан сайын қиыншылықтардың бәрін оқып, біліп, үйрене бересіңдер. Ең бірінші адамға болсам деген өте қатты үлкен ниет керек адамға. Актер болсам деген әншейін ниет болмайды. Шын ниет керек. Адам кейде өзінің қолынан келмеген нәрсені армандайды. Домбыра тартамайсың, бірақ домбыра тартуды армандайсың да, бірақ тартамайсың домбыраны. Бірақ өзіңде шынайы ниет болмағаннан кейін сен оны тартамайсың. Ал шын ниетіңмен тартқың келетін болса, сен тартасың оны. Сондықтан да актер болу үшін де шын еңбектеніп, шын ниеттеніп, шын талпыну керек болған. Сондықтан да сендерге әрқашанда өмірде, болашақта аңсаған армандарыңа, мақсаттарыңа жетіңдер. Актер болам десіңдер, актер болыңдар. Болмаса басқа мамандықтың иесі болыңдар. Ал бірақ енді сендер әлі жассыңдар, әлі де таңдауға
мектепті бітіргенше емес, о 7-ші, 8-ші классқа дейін адам өзін өзі таңдап біліп алса, ол тіпті жақсы. Шетелде де жүреді екен, Жапонияда 7-8-ші класстың өзінде бір мамандықты турылып дайындап қояды екен. Біліп біледі де, оның ұстаздарың да соған әрекет жасау керек, әке-шешең де соған әрекет жасау керек. Ал біздің көп балаларымыз мектепті бітірген кезде қай оқуға барған дұрыс болар дейді осы. Әлі білмей жүреді, ол дұрыс емес. Қазірден бастап өзіңнің қай нәрсеге икемің бар екенін біліп, мүмкін актерға икемің жоқ шығар. Соны зерттеп біліп, іздестіре беру керек. Ертерек білсең, ертерек өзіңнің неге икемің бар екенін білсең, қазір мектептен бастап сол мамандыққа дайындалып бермейсің ба? Анда мынаны бекерге оқи бергенше тарихта, әдебиетте басқа. Математика керек емес, бір мамандық таңдауым керек болса. Сондықтан да жақсылап мамандықтарыңды әдемілеп таңдап, болашақтарыңды берік мықты қылып ұстаңдар. Жандарым, алтындарым. Болашақтарың сәтті болсын. Сендер еліміздің болашағы, еліміздің үлкен азаматы болыңдар, Құдай қаласа. Еліміздің ертеңі, еліміздің болашағы сендерсіңдер. Отанды қорғайтын, елді қорғайтын, туған жерін, ата мекенін жақсы көретін сендерсіңдер. Аман болыңдар. Рахмет ата, бізге шабыт салғаныңызға. Енді бәрімізбен фотоға түсіп алсақ болады ма? Болды, келіңдер айналайын.